Сәлем достар, өздеріңіз үшін дайындалған видеомызды тыңдай отырып салтанат пен байлықтың мұхитына терең сүңгіп кететіндеріңізге кепілдік береміз. Ендеше ең қымбат заттардың әлемінде жасылып жүзіп шығуыңызға тілектеспіз. Кім білсін, күндердің күнінде бірінің қожайыны атанып қаларсыз. Ендеше біз бастаймыз. Әлемдегі ең қымбат автокөлік Bugatti Type 57 SK Atlantic деп аталады. Қолда бар деректер көлік үшін 40 миллион доллар төлегендігін айтады. Бұл өте сирек кездесетін автокөлік және де сонысымен де қымбат. Әлемде оның екі ғана нұсқасы бар. Бірі Лорен атты америкалық дизайнердің иелігінде болса, екіншісі Мулина мұражайының экспонатына айналып үлгерді. Eclipse аталатын әлемдегі ең қымбат яхтаның құны 475 миллион доллар тұрады. Бірінде оның қожайыны Ақсүйек Роман Абраимович. Яхтаның ұзындығы 170 метр көрсетсе, салмағы 12 тоннаға жетеді. Оның қозғалтқыштары қуаты 20 мың атқа пара-пар. Ал яхтада керекті жарақтардың барлығы бар. Ең қымбат велосипедтің бағасы 102.418 доллар тұрады. Велосипед толықтай қолдан жасалған және де ең бастысы материал ретінде жоғарғы сынамалы 24 карат алтын мен 600 кристалл қолданылған. Таң ғажайып туынды Аурумания компаниясынан шыққан. 555 мың доллар тұратын әлемдегі ең қымбат мотоцикл Dodge Tomahawk атауын иемденген. Tomahawk'тың 4 дөңгелегі болғанымен мотоцикл болып саналады. Дөңгелектері 680 келі, салмақты игеру үшін өте қажет. Әлемдегі ең қымбат және ең жылдам мотоцикл лауазымына иеленген. Достар, сіздерге бұл видео ұнаса лайк басып кетіңіздер.